Сәлем достар, бүгін біз универсальный дрожжевой тесто жасайтын боламыз. Және де ол тестадан пирожки және де сосиска в тесте жаңа түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт, су, тұз, қант, дрожжымызды осылайынан салып алатын боламыз. Араластырып 10-15 минутқа дрожжымыз ашығанша қалдырып қоятын боламыз. Сонда жақсы көтерілетін болады тестамыз. Мінекей дрожжымыз осылай көтерілетін болады. Үстіне сұйық майымызды құйып араластырып ұнымызды салатын боламыз. Описание бөліміне граммдарын жазып қалдыратын боламын. Мінекей осылайынан жақсылап араластырып ұнымызды саламыз. Бұл қамырмен барлығын жасай беруге болады. Пирожки, сосиска в тесте, бауырсақ, жаңағыдай булочкалар, соның барлығын жасай беруге болады. Күшті болып көтерілетін болады. Жасап көріңіздер. Және де достар, қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментария қалдырып жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Қамырымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін бір көтерілуге қойып қоятын боламыз. Бір көтеріліп осылайынан пышный болғаннан кейін кішкене жылы сумен басып қоятын боламыз. Тағы бір рет көтерілгеннен кейін қамырымыз дайын болады. Бір басқаннан кейін екінші рет міне осылайынан көтерілетін болады. Пышный болып, бірінші пирожки жасайтын боламыз, екінші сосиска в тесте жаңа түрін жасайтын боламыз. Мінекей мен пирожкиға пюрені дайындап алдым. Осылай қамырымызды кесіп алатын боламыз домалақтап. Осылайынан жайып, начинкамызды салып, мен осылайынан пирожкиімізді түйіп болдық. Осылайынан жұмыртқаны бетіне жағып, пешке сала беретін боламыз. Мінекей сосиска в тесте жасау үшін осылайынан қамырды видеодағыдай бөліп алатын боламыз. Және де осындай домалақ қылып жаямыз да ортасына сосиска домалақтап видеодағыдай кесетін боламыз. Бұл жерде кескен кезде түбіне дейін кеспейміз. Түбіне сәл жетпей, видеодағыдай кесетін боламыз. Осылай кесіп алғаннан кейін кезекпен кезек екі жаққа осылайынан қоятын боламыз. Барлығын осылайынан жасап шығамыз. Осылайынан әр түрлі пішінде жасасаңыздар болады. Пешімізді 180 градуста қыздырып алып, 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Достар, бұл рецептпен жасап көріңіздер, өйткені қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Мінекей көргендеріңіздей үлпілдек болып тұратын болады. Жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Және де ұнаса лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.